Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәл осындай оюлы болып шығатын, жұп-жұмсақ, тәп-тәтті болып шығатын блиныларды дайындайтын боламыз. Олай болса, менің видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге дәл осындай блиныйды бірге дайындаңыздар. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып алдық. Үстінен шым-шым тұз қосып, 3 ас қасық қант салып, үстінен 3 ас қасық сұйық майымызды құйып алатын боламыз. Осы қоспамызды миксердің көмегімен жақсылап отырып, көпіршік түске енгенше, қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Келесі кезекте үстінен комнатный температурадағы суымызды аз-аздан құя отырып, миксерлеп араластыратын боламыз. Суымызды араластырып алғаннан кейін үстінен аз-аздан ұн сала отырып, қоймалжың қамыр пайда болғанша араластырамыз. Ұнымызды араластырып болғаннан кейін қайнап тұрған ыстық суымызға кішкене ғана содамызды салып, жақсылап араластырып, осы суды қамырымызға аз-аздан құя отырып, араластырып аламыз. Бірнеше бөлікке бөліп құйған дұрыс. Осылай араластырып алғаннан кейін қажетінше тағы да ұн салып, миксердің көмегімен жақсылап отырып, түйіршіктер қалмағанша араластырып аламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын, дәл осындай қоймалжың қамыр болуы қажет. Басқа ыдысқа осы қамырымыздан аз мөлшерін құйып алып, үстінен какао және тағы да кішкене ғана ұн салып, миксердің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл какао қосылған қамыр біздің блиныларымызға ою салу үшін қажет. Осы қоспамызды жақсылап араластырып алғаннан кейін кондитерлік пакетке құйып, дайындап аламыз. Келесі кезекте табамызды отқа қойып, қыздырып, жақсылап отырып майлаймыз. Және кондитерлік пакеттегі какао қосылған қамырымыздан дәл осындай шеңберлер жасап аламыз. Шеңбер жасап болғаннан кейін бірден үстінен какао ұнтағы қосылмаған қамырымыздан құямыз. Осы блинымызды сәл пісіріп алғаннан кейін келесі бетіне ауыстырамыз. Келесі кезекте блиныларымыз пісті. Осы блиныйды алып, тағы да бір осылай көрсеткім келіп тұр. Тағы да шеңберлер жасайтын боламыз. Дәл осылай шеңберді жасап алғаннан кейін үстінен какао ұнтағы қосылмаған қамырымыздан құямыз. Піскен бойда бірден екінші бетіне аударамыз. Осылай барлық блиныларымызды пісіріп алатын боламыз. Өте керемет болып шығады. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жаза кеттіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, керемет рецепттерде кездесеміз. Сіздермен бірге болған Мақпал Ерболатқызы. Назарларыңызға рахмет.